Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі сабағымызда дәл осылай қолмен жазылатын видеоларды көрсетіп, осы сабақ бойынша түсіндіріп өтемін. Міне бізге Hand Animation деген предложение. Жоғары жағына қарасаңыздар, міне сол қол жақтарыңызда қызыл бір қоңыршаның суреті сияқты болып көрінеді. Бұл эмблемасы болып есептелінеді. Жазылуы Hand Animation деп жазылады. Енді қарап тұрсаңыздар, осындай бастапқы точкасы өзі жасыл болып көрініп тұрады. Енді мен текст жазу үшін, болмаса мәтін жазу үшін, осы текст деген сөздің үстінен ұстап, мышканың көмегімен осы тақтаның үстіне апарам. Және осы жерге жазу жазамын. Енді алдымызда мереке келе жатырғандықтан мен мереке бойынша жазайын. Алдымызда 8 март, әйел қыздар, болмаса мереке құтты болсын деп жаза салайын. Мереке құтты болсын. Енді бұл сөзімізді жазғансын курсордың көмегімен бұлай өзімізге ыңғайлы орынға апарып жазуымызға болады. Және бұл жердегі сөздің шрифтін өзгертуімізге болады. Ол үшін сол жақта қарасаңыз шрифт деп тұр. Осы жерде 3 бұрыш шығады, соны бассаңыздар, міне Wordты редактировать еткен сияқты осылай редактировать етуге болады. Мысалы, міне осылай әр шрифтқа қоюға болады. Өзімізге ыңғайлы жерге қойсақ болады. Енді өзімен қоса бірге стрелка шығып отырады. Бұл стрелканы міндетті түрде өшіріп отыруымыз керек. Міне мышканың оң жағын бассаңыздар, делите десеңіз өшеді. Енді мерекеге байланысты біздер фото қоюымыз керек. Болмаса картина дегенді тағы мышканың көмегімен сүйреп әкелсек, осы тақтаның үстіне қоямыз. Және бұл жерде міне пожалуйста выберите картинку деп тұрады. Бұл жердің де 3 бұрышын бассаңыздар, өздеріңіздің рабочий столға, болмаса басқа жерге сақтаған суретіңізді әкеліп қоюға болады. Бұл сурет енді бізге үлкендік етеді, сол үшін кішірейтіп, өзімізге ыңғайлы етіп, мына сыртында тұрған бұрыштарды көріп тұрсыз, қозасыл, осылай әкеліп қоюға болады. Енді бұл нені көру үшін біз вид деген жерге барып, сол жерде клиентский размер дегенді ашсақ, міне бізде осылай көрініп тұр. Енді мен бұны бұлай әдемілеп, қалай көрінеді, және мына шрифтін үлкейтіп көрсетсем болады. 56-ға қояйын. Әдемі болып көрініп тұрсын. Суретімізді де кішкене үлкейтейік, әдемі болып шығу үшін. Осылай өздеріңіз қалағаныңызша өзгертуге болады. Енді қарап тұрсаңыздар, асты бетінде міне қызыл бет шықты. Бұл екінші бетке жолдама беріп тұр. Ол үшін азыр айта саламын артынан. Бір бетті бітіру үшін пустой объект дегенді сүйреп әкеліп қоюымыз керек. Ол міндетті түрде бұл бірінші беттің біткендігін көрсетеді. Енді бұларды бір-біріне байланыстыру керек. Байланыстыру үшін жоғарыдағы инструменттерден мынаны аламыз, линк дегенді. Және осы алған кезде сөзбенен бірге бірігу керек. Егер бізде осылай болып қалатұғын болса, бірікпей, онда біздің немізде қате деген шығады. Сондықтан мұқият қарап, осы сөздерді бір-бірімен біріктіреміз. Әрбір сөзді алған кезде осы бір-біріне біріктіріп отыруымыз керек. Суреттер пустой бетке. Енді бізде екінші бет шығып тұр, қызыл. Ол екінші бетті біріктіру үшін міндетті түрде маркердің ішінде маркер страницы дегенді әкеп қоюымыз керек. Болмаса бірінші беттен екінші бетке өту деген сөз. Оны да байланыстырып қоямыз. Байланыстырып қойдық. Енді бұл жерге мен тағы бір мәтін жазайын. 8 наурыз деп. Енді өздеріңіз білесіздер, тақырыбыңызға байланыс жазасыздар ғой, мен сіздерге тек түсінікті болу үшін осылай жазып жатырмын. Және осы жерге тағы бір картинка қоя салайын. Картинканы мына жерден таңдаймыз дедік, екінші суретін алып таңдай салайын. Және өзімізге ыңғайлы етіп әкеліп қоюға болады. Енді бұны да бір-біріне байланыстырамыз. Бір-бірімен байланысып тұру керек. Сонда ғана біздің сөздеріміз шығады. Және әр бет біткен сайын пустой бетті қойып отыруымыз керек. Сүйреп әкеле саламыз. Және оны біріктіреміз. Осылай. Енді бұны әрбір
сөзді бастаған кезде осылай міне жүріп отырады осылай. Енді біріктірдік. Енді қарасақ, міне сөздерге мән беріп отырсаңыздар, міне цветі бар, бәрін жасап болдық, иә? Міне. Енді бұны қалай сақтаймыз? Міне файл, экспортировать, соның ішінде видео етіп жасаймыз. Бұл жерде атымен сақтасаңыздар болады. Мен өзім цифрмен сақтап қояйын. Өзіме ыңғайлы және JPEG түрінде сақталады. Видео болғасын. Сақталу процесі осылай жүріп жатады. Қанша видео сақтасаңыз, ұзақтығы сонша көп болады. Міне біздің видеомыз сақталды. Мен ашып көрейік. Енді құрметті ұстаздар, бұл жерде жылдамдықты арттыру үшін өздеріңіз монтаж жасайсыздар. Мысалы, телефоннан жасайтын болсаңыздар InShot'та, ал басқа программаларда жасайтын болсаңыздар Camtasia'да жасап өздеріңіз жылдамдығын арттыруларыңызға болады. Бұл бірінші бетіміз дайын болды. Міне, екінші бетіміз осылай көрсетіледі және міне біздің жасаған бүгінгі суретіміз бәрі дайын болды. Келесі сабақта көріскенше сау саламат болыңыз.